Бисмиллахиррахманиррахим. Назгүл. Мынау қазір жан-жаққа біздің күбіден жасалған айранымыз сатылып жатыр. Сұраныс бар. Маған да хабарласып осы Астанада сұрап жатыр. Енді туыстарға да апарып көрсеттік. Енді былай қарағанда әлі жарнама аз болып тұрған сияқты. Сонда да алыстан сұрағандар бар ма? Қалай оларға жеткізе аласың? Армысыздар. Осы күбіге піскен айранымыздың өнімдерін жан-жақтан осы ең бірінші бастағанда қазір Астанада аз-аздан болса да халықтың өздері дәмін көріп, алдында айтып отырмыз ғой, енді дәмін көріп біріншіде бәрі түсінбеушілік көпшілікте болды. Өйткені ол бәрі де жаңағы сепаратормен өткізген айранын салыстырғанда сепаратордікі бәрі қою келеді. Бұл енді біздің өзіміздің айту бойынша көже сияқты сәл кішкене сұйықтау. Солай болғаннан кейін көбісі әлі де жаңағы айыра алмайды. Енді мынау Шымкент жақ деген Қызылорда жақтың адамдары бірден ішкеннен кейін бірден олар дәмін сезіп, жаңағындай түсініп жатыр. Күбіге піскен айырмашылығы неде екен. Ал мына біздің өзіміздің осы Астана болсын, өңірдегі адамдар олар әлі түсінбейді. Бірақ соның өзінде сол жерде мен ішкізіп әдейі көрсетем, жақсылап тұрып оны араластырған кезде қою болып отыр қазір. Өте тамаша болып отыр. Соны ішкеннен кейін барып, қазір міне өзіміздің осы маңайдан да 2 литр болсын, 1 литр болсын апарып беріп, сөйтіп тапсырыс беріп жатыр. Енді алдында біз мына тәжірибе ретінде біз ұзақ жаққа апарудан қорықтық қой. Неге десеңіздер, айранды көбісі атылып кетеді дейді, қорқатты. Кеше осы Маңғыстау мен жаңағы Қарағанды қалалардан тапсырыс келді. Соны мен қалай жеткіздім? Оны мен айранды кәдімгідей мына мұздатқышқа, жай мұздатқыш емес, кәдімгі қатырып тастайды мұздатқышқа. Алдын ала 4 күн, 5 күн мен қатырып тастаймын. Ол тіптен қимылдамайды, сыртынан шейін мұз болып қалады кәдімгідей. Сөйтіп 21 литр бірінші аздан көрейін деп, мүмкін қазір қорқатындар бар ғой, проводниктер, жаңағы алмай ма дегендей. Сөйтіп өзім такси жалдадым да, жаңағы неге жақ қарай апардым. Ескі вокзал жақтан Маңғыстаулар тапсырыс бергеннен кейін олар енді көбірек беріп еді, бірақ мен біріншісінде көрейін дедім. Өйткені ол қалай жетеді, қалай не болады. Сөйтіп бардым, апардым, таңертең ерте. Көп проводниктер шынымен де келіспейді екен, қорқады, атылып кетеді, ой апай, ертең жер бәрі былық болады дегендей біраздар жүрді. Сөйтіп ең соңғы бір 10-шы вагонға проводникке барып едім, аға екен, үлкен кісі екен. Соны мен айттым, аға, осы күбіге піскен айранды Маңғыстауға шейін жеткізу керек деп. Ол кісі күлді, о жақтардан айран жоқ екен деп. Сосын мен түсіндіріп айттым, жалыққан жоқпын. Осылай күбіге піскен айран, тақуалықпен әжелеріміз, апаларымыз шығарып жатыр. Ағай, бұнда технология жоқ қой, қазір бәрі сепараттарда шығарып жатыр. Және де бұны біздің адамдарымыз білгендер, өздері тапсырыс беріп жатыр деп сөйдедім. Сосын ол кісі жарайды, кіргізе бер деп бірден келісті, қуанып кеттім. Ал енді оны мен бір-біріне соқпау үшін оны мен жақсылап тұрып скотчтадым. Жатқыздым да скотчқа жақсылап байладым да, сөйтіп жаңағы дорожный сумкаға салып, тағы да дорожный сумка несін байладым, орап тұрып, жақсылап тұрып. Сөйтіп көтеріп, тікесіне бүйтіп көтердім да, проводниктің отыратын адамдардың астына, орындықтың астына бүйтіп жатқыздым. Сөйтіп бірақ енді бәрі де тәуекел дедім. Енді бір Құдайға тапсырдым, бірақ бәрібір де қорқып отырдым. Сол уайымдап отырдым, барғанша атылмай барса екен. Әйтеуір дәретпен істелген қаншама еңбек қой, адамның еңбектері далаға зия кетеді ғой дегендей. Енді ол қанша болса да түсінбейтін адамдар болады, ол атылып кетсе алады да далаға мусорға тоқтаған жерде лақтыра салады ғой, мысалы. Болмаса есікті аша салады да, жолда кетіп бара жатқанда лақтыра салады. Сол уайымдадым соны. Лақтырып жүрсе обал болады ғой, мына кісілердің еңбектері далаға кетеді ғой, қанша дәретпен істеп, еңбектеніп деп, соны уайымдадым. Бірақ Құдайға жалындым, аман есен барса екен деп. Сөйтіп 8-інде салдым, 10-ында таңертең 8-де біз сол жақта боламыз деді, Маңғыстауда. Сөйтіп тілектес апай кісі, жаңағы тағы бір апай бар, өздері қосылып жаңағы күтіп алып, сөйтіп Бибігүл апай жүрді, Назгүл әдемі жетті айранын, ешқандай ашымаған деп. Содан басынан бір не түскендей болды. Айты қуанып кеттім, Аллаға мында бір рахмет айттым, шүкір, Алла саған шүкір деп. Ешқандай атылған жоқ.
Енді қараңыздар, басқа айран болса бәрі де атылатын еді, ыстық жерде тұрған. Ол жерде Астанада бір күн қанша болса да салқын жерге барғанша ол салқында ұстап тұрады да. Енді ана Балқаш жақ, бәрі жақ өткен жақ ыстық қой, бәрі де ауыр айлар. Маңғыстау және кеше бір сол кісілер айтып отыр, енді адамдармен арқылы салам деген 50 градус ыстық біздің жақта деп. Ол барғанша қалай болар екен деп. Енді мен өзім ондай тәжірибе жасамағаннан кейін уверенно андай нық айта алмадым да, ешқандай да қорқақтап өзімде. Сөйтіп жаңағындай аман есен жетті, жақсы деген кезде мен қуанып кеттім, қатты қуанып кеттім. Демек, енді Маңғыстауға 2 күнде андай нәтижемен бара жатқан болса, енді қорықпай, бізде ордалар қазір көп қой, Өскемен болсын, Орал жақтар болсын, Шымкент болсын, Алматы болсын, жаңағыдай мен тәжірибе бойынша жаңағыдай қатырып, әбден мұз ұстап, мен өзім үйде де әдемі мұздашқа қатырып қоямын да, сосын оны мен әдейі өзім үйде зерттегем, шығарып қоям, сосын мұздашта тәрден шығарып қоям, көрем, бақылайым. Жоқ, ол үйдің өзінде кеш-кешін ерімейді ана мұз, әбден қатып тұрады. Сондықтан да бір күн қорықпай, ешнәрсе қорықпайсың да, мұзды ермейтіні сенімдімін да. Ертең күні енді әрине жібіп жаңағыдай еру мүмкін. Сол енді сол ордалар көп, бәрі ішкісі келеді айранды. Енді қорықпай, тек мына проводниктер болсын жаңағыдай түсіндіріп оларға да өзім нық сенімдіммен атылмайды дегендей қорықпай жеткізе аламын. Қазір орда көп, қай жақта Алматы болсын, осы тапсырысты алыңыздар. Ішіп өзіміздің адам айтып отыр ғой, басқа жаққа емес, ең бірінші өздерін алып ішіп көріңдер, өздерін алып жаңа зерттеп, тәжірибе жасаңдар деп сөйтіп жатыр ғой енді. Қазір бізде ордалар көп болғанмен бәрі тапсырыс аз. Өзіміздің адамды ата жолдықтарды айтам. Жалпы қайта сыртта ашық шашықтар болса, солардың тапсырыстары көп келіп жатыр. Сол жақтарға көп апарамыз мысалы. Сондықтан да егер мысалы маған бізге ол ордада бір адамға 30 литр ішпейді ғой, ордада жоқ енді 10 адам бар. Сол 10 адам 40 литрдан алып тұрса да, 3 күнде болсын мысалы ашса да ол қорқатын түгі де жоқ. Ол ешқандай нетілмейді. Айран істесең, жаңағыдай құрт істесе де болады. Мен құрт істедім мысалы. Одан кейін күбіге пісіріп әдейі пирог пісіріп көрдім. Пирог күшті көтеріледі екен қайта. Мынау жай айраннан қарағанда, онда мен тәжірибе жасадым. Кеше сіздерге салып жібердім ғой, көрсетіп міне күбіге піскен айран деп. Өте дәмі басқаша, сосын көтеріледі, жақсы көтеріледі екен. Әр нәрсе істеуге болады. Сол енді жан-жақтан өзіміздің ата жолдары бірінші көтеру керек. Бірінші өздері ішу керек. Ішкеннен кейін жаңа сол жақтың өзінің алматыларында туысқандары бар. Туысқандарын апарсын, ауыз титкісін, берсін, ішкісін, көрсін дәмін. Сөйтіп қой біздің тамырларымыз жаят жан жаққа. Сонда күбіден піскен айран қандай екен көбісі біле бастайды. Үйрету керек. Үйрету керек. Біз әйтпесе 1-2 литр алып аламыз да, жай парақатан бір жеті ішіп жүреміз. Ол болмайды. Енді оның ішуін де әдісін айтайын. Әркім әртүрлі организм болғаннан кейін, әркімді әртүрлі. Мысалы, мен асқазанымда қышқылым көп, мен асқазанымда. Сол қышқыл бұл жаңағы ашқан айранды мен өзім келген күні ішемді, мен мұздатқышқа қоймай, өзімнің полкама қойып қойым шкафқа. Соны аштым әбден. 3 күн, 2 күн әдейі аштып, бірақ ішем 1 литрді. Енді мен асқазан қышқыл болғанда, өзімнің қышқылым көп қой мен асқазанымда. Сондықтан да оны өте қатты аштық. Маған мысалы, мен өзім тәжірибе бойынша айтамын да. Өзіме мысалы мен ол асқазаным қышқылы көп болғаннан кейін, ол қатты ашқан айранды мен көп ішпеймін керек екен. Оны тек мен жаңағындай ішуім керек, тәрден ашқарықта емес. Ол мен тамақ ішкеннен кейін, шамалы бір 20 минуттан кейін асықпай ішуім керек екен солай. Мен соны түсіндім. Мен неге мен тұрып алғаннан кейін тәрден айтып отырмын ғой мен. Тамақта да, шайды да көп ішпеймін. Айранға тұра сала білмеймін мен. Сол өзім әдетім, күнде 1 литр мен өзім ішем. Сонда 10 күнде мен 10 литрді өзім ішіп қойып отырмын. Сөйтіп жаңағындай ашқан айранды мен түсіндім. Неге қышқылтады? Өйткені мен асқазаным сол қышқылы өзімде көп болып тұрғаннан кейін, анамда да несі көп болып тұр ғой. Мөлшері көп болып тұрды. Қуаты көп болып тұрды. Сондықтан да ол асқазанға кішкене әсері болады екен. Сол үшін әркім организмде әртүрлі болғаннан кейін, мысалы дәріні ішкенде де біреу былай қабылдайды, біреу былай қабылдайды ғой. Соны ақырындап нету керек екен. Байқап, зерттеп өзі тәжірибе жасау керек екен. Егер жаңа өзінің асқазаны қышқыл көп болып, сулар бір көп болатын болса, ашқан айранды тамақтан кейін бір 20-25 минуттан кейін қойып тұрып, солай ішкен дұрыс екен. Сосын
өзіме маска жасап жатырмын бетіме. Жаңағы айранға жұмыртқаны шаламын да, сөйтіп араластырып кешке жақын бетіме жағамын. Сөйтіп сосын бетіме жағып қоямын да, тәртіп бетім кәдімгі жұмыртқа қосылғаннан кейін бір жағын тартылып қалады беттерім. Бірақ айран несі ма, білмеймін, бетімді ұстаған кезде кәдімгідей крем сияқты, мен бетім өзім ұстап қойып, жіп-жұмсақ. Өзім қызымда айтады, мама бетіңіз жұмсарып кеткен ба деп. Міне бұл өзімнің екінші тәжірибем жасап отқаным. Қазір күнде кешке жақын осы айранмен бетімді жағып қоямын. Бетімді жағамын да 10 минут 15 минут ұстағаннан кейін жылы сумен жуып тастаймын. Көрдіңіздер ме? Жақсы. Енді бұл жерде жаңағы зікірде де келіп жатыр. Ем, асқазанға ем, көп жаңағыдай адамның несіне, ағзасына емі бар деп. Жаңа сен айтпақшы, менде сол тамақтың алдында іштім. Сол кезде жаңағыдай қарным ашты. Сонда тәбетті ашады екен. Ал тамақтан кейін ішкенде асты қорытуға пайдасы бар. Соны өзім тәжірибемен өткіздім. Өзіңіз? Иә. Ал енді бұны көбісі әлі білмейді. Мен мысалы өзі айран онша көп ішпейтін кісімін де. Анда-санда бір шалап ішетінді. Енді бұл қазір жаз ғой, шалап ішуге өте пайдалы. Бұл қышқыл болып тұрғанда мен нетем, тұз салып, тағы үстіне су құямын да, араластыра алып, сұйықтау қыламын. Қазір кішкене бұдан да сұйықтау болып жатырмын. Ал айранға ешқашан су қоспай өзім ғана ішетінді. Қазір енді балаларға да сөйтіп беріп жатырмын. Тұз қосып ішсе, дәмі өте, білмеймін, өзіме ұнағаны, өте балаларыма да ұнады, өзіме де ұнады. Тұз саламын менен ішіне, сөйтіп кішкене су құямын да, араластырып, кәдімгідей бір ерекше дәм ғой, енді айта алмаймын оны. Енді жалпы қазір адамдар ақ ішуді азайтты ғой. Түкеннің бәрі қоспасы бар да, сондықтан басында ішкісі келгендерге ақырындап үйрету керек, иә? Иә, бұл өйткені неге олардың бәрі дүкенде тәп-тәтті биос болсын, сінтез жоқ болсын, оның бәрі тәтті. Өйткені оны батыр деген шығып жатыр. Олар қоп қою, батыр деген айран қоп қою. Бірақ тәп-тәтті. Оны алдында да енді осы айран шықпай жүргенде алмай жүріп, амал жоқ дүкеннен алып жүрдік қой енді. Сонда ішкенде тәп-тәтті да, бірақ оның шөлін баспайды. Ол қайта шөлдете береді. Өйткені неге ол тәп-тәтті ғой. Сондықтан да ол бәрі айырмашылығы бар да. Бұнда сен қарның тоқ қалады. Сосын жаңағындай шөлін басады. Мысалы мен жұмысқа кейде балаларға тамақ үлгермей қаламын да істеуге. Өзім өйткені мына жақта да енді асханада тамақ шығарып жатырмын ғой енді. Сол жаққа тамақ істеп үлгермеймін, оларға таңертеңге ашып кетпеу үшін таңертең ерте оларға тамақты істеп беруім керек қой. Сол кезде айранды бере салып, нанды торайымды бір бөтелке айранды алып кетіңдер жұмысқа деймін. Соны сұраймын кешке қарларын аша ма деп. Жоқ мама дейді. Осы бір айран ішіп аламыз, осымен тоқ болып жүрміз дейді да. Бұл ең басты тоқтық келтіреді. Арудында да бұның несі бар. Мысалы, сіз көріңіз өзіңіз, 1 литр емес, адам 1 литр іштінде, ой, маған ешқандай әсер болған жоқ деп шыға келеді. Ол адам өзіне 1 ай ішу керек, 1,5 ай ішу керек, кемінде жоқ дегенде. Сосын оны өзі басында сен қалай болдың, кейін оны салыстыру керек. Сен ішіп жатқаннан кейін кәдімгі болмаса ұмытып қалсаң, санын жазып қой. Мысалы 12 бүгін 11 август па, қыркүйектің 11-іне дейін 1 ай болады. Осының арнада 1 литр айраннан мен неше іштім, қалай емі болды. Әркім енді өзінің тәжірибе жасау керек қой. Сондықтан дүкенге емес, өзіміздің өнімдерімізді халыққа көп мөлшерде жеткізуіміз керек. Қалай да болса да халық үйрену керек. Мейлі ол 1 рет айта берсін, 2 рет айта берсін, бірақ олар бәрі де дүкенмен салыстырғанда бәрі біздің өніміміздің таза, адал дегеннен кейін олар түсінеді. Мысалы мен танымаймын, осы Ордадан шыққан кезде мына үйі бар ғой, міне сол жерде бір әйел, мен Игиш 18 дейді, мен іздеп жүрсем мына үйдің қасы екен, соған 2 литр айран апарып бердім да, ол әйел шыққанша мен орындықта балаларын құшақтап бағып отыр да енді аналар. Сосын жай сұрадым, 70 па деді, Игиш 18 қайсы осы ма деп, апай анау деп көрсетті да. Сол ортада кісі шыққанша мен осы күбі туралы, пісірген көже туралы айта бастадым. Көріңіздер деп, соны ерінбей шайқап, кейбіреулер шайқамайды, ашқан кезде бетінде сары су тұрады ғой, соны ішкен кезде қышқыл болады. Оны бетін ашпай тұрып бірінші жақсылап тұрып шайқап, қою бәрі араласқаннан кейін құйып берсең, сол кезде барып дәмін нетеді. Сонда әйел, ой, дәмі күшті екен, бір бутылка тағы әкеп бар ма артық деп сөйтеді. Түсінеді, мен жақын мен қазір жүгіріп барып алып келейін дедім да, жүгіріп барып 2 айран алып қойдым. Сөйтіп біреуін бердім, екіншісін бонус дедім.
туысқан. Енді дедім, сіз осыны айранды туысқандарыңызға бәріне жариялаңыз дедім, түсіндіріп айтыңыз дедім. Көбігі мен бәрін түсіндірдім, қандай адамдар дайындайды, бұны киініп орамал тақсаңыздар тіптен жақсы болады деп сөйдедім. Осының барлығын айттым. Көрдіңіздер ме? Сондықтан да осылай жарнама жасай беру керек та. Енді біреудің айтады, саудаға айтады, біздің саудамыз жоқ, саудаға жоғымыз дейді. Мысалы, шынымен де әркім мен өзім базарский болғаннан кейін, базардың адамы болғаннан кейін, мен тілім майда да, мен зуылдата беремін да. Өткізген шамам жеткенше мен ондай қолынан келеді айта аламын. Ал енді шынымен әркім солай ғой, бәрі мен сияқты емес қой. Біреу сөзге жоқ, біреу не болады. Енді бірақ мен ешқайда жүгіріп керек емес. Мен айтатқаным сол, әркімде чаттарыңыз бар ғой. Сол статус деген бар қазір. Бәрін қоя беру керек. Жаңағындай адал астаны жасалған деп бәрін жазып астына нөмір қойып қойса, халық бірден болса бірде шығады. Бәрінде Олекс деген бар, тағы басқа бір чаттар бар. Мысалы, үш күнде бір салып отырса, адамдар өз тапсырыс береді. Мен жауын шығып қалғаннан кейін кішкене тоқтап қалып тұрамын да, өйткені машинам өзі бір барып келген жерге ғана жарап тұр. Бұл анандай не болса екен, мысалы 4-5 жерге жүретіндей қылып тоқтамай жарайтындай болса, мысалы тоқтамауға болады. Сол кішкене жағы бізде кемшілігіміз болып тұрғаны. Бірақ енді мен ең бастысы ұзақ жаққа қорықпай тапсырыс берсе, мен ұзақ жаққа жеткіземін. Тек проводниктер, мен енді проводниктерге әлбетте ақша төлейміз ғой, кішкене қымбаттау болады. Енді мына кетіп бара жатқан адамдар ақша ала қоймайды ғой. Сол кісілерге салып жүрсем, тек уақытында күтіп алып нететіндей болса, сол жағын қарастыруым керек. Сол жағын қарастыратындай, оларға жеңіл болатындай қылып. Сосын мына асхана енді біздің енді осы Баян Батаның ортасынан бастадық. Бүгін бірінші күн бастағаным. Енді Құдай қаласа болады ғой, бәрі де адам жұмыста болады, кейде шаршап келеді. Жаңағыдай сол кісілерге де осы өзіміздің, енді мен ұзаққа деп ешнәрсе айта алмаймын. Мынау өзіміздің Астана өңірінде алатын кісілер болса, жаңағыдай тоқаш болсын, кейбіреулер болады, үйлеріңізде үлгермей қаласыздар, бауырсақ болсын, бір күн бір, 2 күн бұрын барып тапсырыс беріп отырсаңыздар, жақсы болады. Осылай біз не қыламыз, жоғары деңгейге тезірек жетеміз. Жақсы, бұл да бастама жақсы. Енді ең бастысы бұл жерде сенің ниетің, сенің талпынысың. Бұл жерде енді бізден қолдау керек. Жалпы ата жолдық осы Астанада Баян Батаның ордасында жүргендер сәл-мәл көмектессе деп, ары қарай сосын басқа елдердегі жаңағыдай отыр ғой ата жолдықтар, соларға да бір үндеу ғой бұл. Жаңағыдай ат салсайық. Өйткені бұл сату емес, бұл халыққа тарату. Ертең жан-жақта тақуалы тағамдар жасалып жатса, адамдар ішіп денсаулықтарына шипа болып жатса, ол да сауап қой. Сондықтан қадамың құтты болсын. Артқа шегінбей, алға жылжи бер. Енді бүгінгі мынау асханаңды да көрсете жатармыз. Ол да керек. Енді бұл жерде алдын ала тапсырыс береді. Қандай тағамдар? Сорпа болады, қандай тағамдар өзің дайындайсың? Мынау тұмаумен ауыратын болса, егерде тұмаумен ауыратын болса, міндетті түрде ол кісілерге сорпа біз пісіреміз. Өйткені бәрі де сорпа арқылы терілу керек ол адам. Сорпа арқылы жазылу керек. Ал егерде жоқ, мына өзіміздің жұмыста болып отырмыз ғой, былай айтқанда, орысша айтқанда көрер дейді, мысалы, кейбіреулері жұмыс істеп жатқан жер кісілер, мысалы, адамдарын айтса, олар бәрі де анау жоқ, чипс неме жаңағы бір неме таңдай, KFC дей ма, сондайларға тапсырыс береді ғой енді. Ондай емес, өзінің коллективін жаңа айтып отырса, біздің адамымыз бар, осылай тамақ пісіреді екен, алып келеді, доставкасы бар дейтін болса, мысалы, онда қою тамақ жеткіземіз. Болмаса жаңағыдай кейбіреулер болады, жаңағыдай не дейді, комплекс дейді ғой енді. Біріншісі де бар, екіншісі де бар. Онда да істей аламыз, егер солай керек дейтін болса. Енді мен өзім мысалы қазір құрылысшылар алып жатырмын, олар қыста да тоқтамаймыз деп жатыр. Оларға мысалы, олар бізге жаңағыдай комплекс керек емес деп тұр. Оларға мен тек қою тамақ қана пісіремін. Қою тамақ қана пісіремін да, сосын олар күледі, апай, сіз тауық етін неге әкелмейсіз деп. Сосын мен айтамын, біз енді өзіміз тауық етін жемегеннен кейін, мен айтамын, біз тауық етін жемейміз. Сосын мен тауық етін істеймін, мен жалпы қойдың еті болмаса сиырдың еті деймін. Енді мен айтып кеткенмін алдында да, айырмашылық біздің бәрібір де бар.
кешеден бері міне осы құрбандық еттен қайттан пісіріп жатырмын. Дәмі деген енді керемет өзіме сезіліп жатыр да. Ал анау дүкеннен сиырдың етін алсам, білмеймін неге екенін, мен қолым кетіп қалады, дәмі жоқ болып кетеді. Өзім қуат қой онда, қанағаттанбаймын. Дәмін көргенде, тұзын көргенде қанағаттанбаймын. Ұнамайды маған пісіргенім. Ана кісілер де мақтай береді. Енді ол кісілерге біздің неміз басқаша шығар. Бірақ енді мына Амантай өзімде барып Амантайға тамақ пісіргім келіп отыр. Неге? Өйткені өзімді зерттегім келіп отыр. Мен қолымда қазір қандай қуат көп, болмаса қандай кемшілігім бар, махаббатым бар ма тамаққа деген, соның барлығын керек қой, сын керек. Сол сынымды өтейін деп едім, Амантайдың қолынан барып тамақ істеп берсем. Жақсы. Енді мынау жаңағы еңбегің енді жана берсін. Бұл да енді асханаға мысалы ауырып қалып енді больницаға түсіп қалады ғой, туыстары, соған тамақ істеуге бару керек мысалы. Өте жақсы. Мен саған мысалы тапсырып, саған келіп алып апарып берсем. Керемет пе? Не өзің апарып бересің, иә? Иә, егер де көбісі мысалы мен енді айтып отырмын ғой, мен түске дейін бос емеспін. Түске дейін тәртен енді Құда қаласа егер де мен нанды көбірек шығаратын болсақ, нан өнімін жаңағындай, онда мен кешке жақын түнде де сағат таң намаздан кейін де бастайтын болсам, мен түнде бастайтын болсам, мен түске дейін тамағымды істеп неткенше мен түске дейін бос болмаймын. Ал егер де түстен кейін ауруханалар түстен кейін де апаруға болады ғой. Сол уақытта түстен кейін алып кетемін дейтін болса, ұйықтап, чихи частан кейін өздері алып кетеміз дейтін болса, кешке жақын қарай, енді ертерек алып кете береді, обед уақытында алып кеткен дұрыс та жалпы енді. Өйткені мен анаумен жағаластырмаймын мені. Енді оны келсе жатасыздар ғой, хабарласасыз. Иә, және енді көмекшілер келеді деп ойлаймын, өзіміздің астаналықтар көмекшілер болса тіптен жақсы болады. Онда қорықпай екі жақтан да тапсырыс ала береміз енді. Жақсы болады ғой. Енді бізде басында жаңағыдай ең бас сен бастап атсың қазір. Орныңды қазір түсіріп көрейік. Сол жерде сосын тұшпарада міне қазір Анюганы қуанды. Мен айтқан едім, өзіміздің ата жолдың кісілер тұшпара деген, ой, Назгүл сол тұшпара жасаңдаршы деп жатыр. Өйткені қаланың ішінен ешкім тұшпара ала алмайды. Өздері жұмыста адамда, қолдары тимейді. Мысалы 1-2 килограмм алып қойса да оларға өздеріне біраз тағым ғой. Біз енді тұшпараны күнде емес, мысалы бір 5 килограмм істеп қойсам аз-аздан кімге керек? Бірақ бүгін маған керек деген ондай тапсырыс болмайды. Мысалы кішкене болса бір 3-4 күн ба ертерек біледі ғой әр адам қандай кешке жақын ертеңгі күні қандай ас пісіретін. Соған қарап мысалы тұшпара пісіретін болса, ол 3-4 күн бұрын айту керек. Біз ертең тұшпара пісіремін, тұшпара маған 1 килограмм керек дейтін болса, 1 килограмм болса да, мен айтып отырмын, Астананың өнерінде Артемға дейін мен апара аламын. Күшім жетеді. Енді ары қарай мен айта алмаймын. Алып кетесің. Келетін адам Артемді кездесіп, Артемді күтіп тұрса, түстен кейін осы тамақтардың бәрін тапсырып болғаннан кейін түстен кейін мен жеткіземін. Жақсы. Онда бізде қазір енді күбіден піскен айран, одан басқа тапсырыспен асхана ашылды. Наны бар, күнделікті. Нан күнде пісіріледі, иә? Күнделік алады, иә, күнделік пісіріледі. Енді ең басы сенің телефоның керек. Сосын адрес телефон арқылы келсе жатасыздар ғой бәрін. Ең басы телефон ғой. Телефонға шығып, бірақ кейде звондайды, мен пісіріп жатқанда, нетіп жатқанда мен телефон алмаймын. Көбісі телефон ала қоймаймын. Сондықтан да WhatsApp-қа жазса, мен қолым босаған кезде WhatsApp-қа қарап, міндетті түрде жауап беремін. Тоқашта пісіреміз, жаңағыдай үйде қонақтар шақырады ғой, мысалы, самса бола берсін. Айтып отырмын енді, аламыз бәрін несін ақырын-ақырындап бастаймыз. Өзіміз алдында да самса пісіріп жүрдік қой, соны қайтадан бастаймыз. Самсаны мен көбісі айтады, құйрықтың біздің балалар майдан жемейді дейді. Мен оны өзім құйрықтың майынан әдейі істеп көрдім. Жемеймін деген өзінде жиендерім, менің тәтерім балалары ойбай құйрықтың майын жемейді дегендердің өзі тамсандан жеп алды. Ол құйрықтың майын мен нанды ысқаннан кейін нанның бетіне құйрық майды езіп ерттім да, сөйтіп жағып, сөйтіп шығарып, қайта ода ешқандай дәмі де білінген жоқ, иісі де білінген жоқ, қайта күшті болды. Міне жемейтін балаларға осы самсаны үйрету керек. Ана ыстықтай жесе білінбейді. Салқында әрине таңдайына қатып қалады ғой. Енді қазір бәріне микроволновка, печка заманының 21 ғасыр ғой, бәрінде бар шығар. Ыстып берсе бала жемейді деген баланы соны көрсін. Ішіне балаға қуат енеді. Құйрықтың майы қанша болса шипа ғой ол. Қазір бәрі көп адамдар TikTokқа шығарып жатыр. Бұрында біреу де шықпаған TikTokқа.
ойбай қойдың майын жеуге болмайды, ойбай құйрығынан зиян деп врачтар соғатын не айтып. Қазір енді осыны врачтардың өзі кейбіреулері айтып жатыр, памперсті де айтып жатыр. Міне оны бастаған бәрі біздің ата жолдықтар, біреу болмаса бір біз қуат шаштық, ары қарай халыққа жеткізіп айтқаннан кейін халықтың бәрі біреу болмаса біреу оны бір жерден біреу көріп қалса да осыны айта бастады. Врачтар өзі айтып жатыр ғой тиктокта. Ана памперс туралы да айтып жатыр, біз айтып кеткен нәрселер бұрында. Сөз қуаты ғой. Сөз әскери. Сол мынау ата жолының мынау қазір айтып жатсың ғой, мысалы сен былай да жұмыс істеп жатсың ғой, айтып жатқан себебі мақсатың халыққа тезірек тарап, халық өзінің мынау дұрыс тамақ ас ішіп денсаулығын түзесін деген мақсатпен айтылып отыр ғой бұл жерде. Сондықтан қорытынды айтып кетейік. Тағы бір хикмет айтайын мен. Мынау бізде ас не дейміз ғой, біз жалпы бар ғой, егер де біз өзіміздің мынау шынымен ниетіміз былай дұрыс болса, көз қарасымыз Құдайға деген сенімімізде былай әлі аздау ғой, ол өтірігі жоқ. Кейде күмәнданып қаламыз, кейде бір ойға нетіп қаламыз. Сол өзінде сенім болмаған екен, бәрібір де жаңа ой дейді ғой, жаңа ой жыннан дейді ғой. Сол бізді бәрі басқарып тұрады. Біз өйткені неге сол иманымыз әлі сеніміміздің аз болған екен. Бірақ осы бір қашан Астанада қатты жауын болды ғой. Мен енді бұл ас емес, хикметін айтып кетейін да. Өзім таң қалдым. Сөйтіп қатты жауын болды осы Астанада қашан бір алды күні ма, арғы күні ма бір жеті бұрында қатты жауын болды, құйып тұрды. Сөйтіп мен бір айранды алып, аяқ астында 5 литр алып келдік, жаңбырдан құйып тұр. Енді ананы тоқтатқым келіп тұрған жоқ, айран өтсіз жеймін ғой енді. Сөйтіп еш нәрсе қараған жоқпын. Мен мына мампетім енді көріп жатсыздар, терезесі жабық, есігі жабық, ондай емес, жан жағы ашық қой. Сөйтіп қараған жоқпын, жаңбырдан құйып тұр. Тәуекел деп, бісміллә деп, жаңағыдай курткамды киіп алдым да шығып кеттім. Сөйтіп мешітке қарай келгенше дегесін, жаңа сол осы Астанаға мешітке қарай бардым. Сонда барғанда жаңағыдай 5 литр апарып бердім. Су болдым, шылқып. Енді сөйтіп мешіттен шығып жаңа тапсырысты берді, қайтып келе жатсам, мынау Қошқарбайдың бойында, енді мешіттен бері келатқанда Қошқарбайдың бойында бір жас бала, ол да көрер екен. Ол да мопед, мотоцикл екен да. Сөйтіп ойладым мен, құлап қалған шығар деп. Өйткені бәрі өтіп бара жатыр, ана бала қыздырып бүйтіп, педалін қыздырады ғой енді бүйтіп олар сияқты. Сөйтіп қыздыра алмай қиналып тұр екен да. Сөйтіп қасына былай кішкене бұрышқа тоқтадым да, алдынан өтіп тоқтадым да, сосын балаға айттым, не болды болды? Сынып қалды ма, мопед не болды, құлап қалды ма? Мен шынымен оны құлап қалған шығар дедім. Өйткені несі, жаңағы сумкасы аударылып жатыр да жерге қарай. Сөйтіп сумкасын көтердім бүйтіп. Сосын айттым, бұда не болды? Құлап қалды ба деймін. Жоқ апай, құлаған жоқ, мынау өшіп қалды деп сөйтеді. Жаңбырдың несінен бе жаңа жерден. Өйткені асфальттардың бәрі су. Мен өзім машинада ойладым, аккумулятор бірдеме тиіп, астындағы бірдемесі моторына ма, бірдемесі тиіп қалса, сөніп қала ма деп ойладым. Сол айтады баланікі, шынымен де жаңа тоқ тиген ба, бір тиген ғой енді. Сөйтіп қыздыра алмай тұр екен. Сөйтіп мен айттым, әкел сен отыр дедім. Мен ичесейін саған дедім да. Сен бүйтіп жүріп бүйтіп аяқпен бүйтіп мен қалай айтайын, қыздырып кетер деп ойладым да. Сосын жоқ апай, не қылмаңыз деп. Сосын білмеймін өзім бісміллә рахман рахим деп жаңа мопедті ұстап тұрмын өзім. Бісміллә, құдайым. Мына бала обал ғой. Енді жас тұр енді. Ішімнен айтып тұрмын да. Калимамды айтып, бісміллә рахман рахим, ля иляха илlallah дедім да. Құдайым, Алла тағала мына машина жүріп кетсінші деп жалынып тұрмын жаңа. Сөйтіп қайта сосын жаңа машинамен сөйлестім, жаңа машинасымен, сен жақсысың ғой, сен жүріп кетші, қызып кетші деп жаңағыдай қызық енді өзіме де. Сөйтіп жаңа айтқам, бөлмей бір көз бала педаль бүйткен кезде гүр ете қалып, анау да бала да қуанып кетті, мен де қуанып кеттім. Сосын ой апай, рахмет сізге, рахмет деп жаңа рахметін айтып отыр. Сөйтіп сумкасын жерден көтеріп беріп, отыр ғой пота деп. Ал жолың болсын енді тоқтап қалмай бірдеме амалдап үйіне жетіп алшы, жаңбырдың астына қалып кеттің ғой. Өзім су болып жатырмын аққандай болып. Сөйтіп машинаға отырдым да, өзім жолда кетіп барады, қуанып баратырмын. Құдайға рахмет айтады. Құдай ғой, Құдайдың хикмет қой. Бұл бір шынымен хикмет, мен ойлаған жоқпын ондай жаңағындай. Енді бір менде де көзіме жеткізіп жатыр ма, енді қайдан білейін. Сөйтіп ол да одан кейін үйде мысық бартын.
алдында мысықты неткесін мен қойшы өзім ұната қоймаған екен, қызым апарып тасташы ана мысықтар деген. Сөйтіп екі мысықты апарып тастаған. Одан әсема домның арасынан көріп қалып ана аяқ ақсандап қалған, оны көтеріп қайтып алып келіп дейді. Мама ол алдына мысықты аяп кеттім деп. Сөйтіп бір аяқ кәдімгі бүйтіп ақсандап жүрді. Ана жерге тигізбейді. Бір қарадым, екі қарадым, неткен жоқ, мән берген жоқ. Мына әлі аяғы, мына не ол деп, әке жаңа мысығымды көрейін деп, ойымда түк те жоқ. Мысықты алдым да жай сипап, мен оны емдеймін деп ойға келген жоқпын. Аяғын көрейші, не болып, неге майыспай жатыр екен деп, әлі шынымен былай салбырап тұрғанға сынып кетті ме екен деп, мен жай жаңа бүйтіп майысып тұрған аяғын, артқы аяғын жай бүйтіп қозғадым да, ешнәрсе деп айтқан да жоқпын, сурет те оққан жоқпын, жай қозғадым да, мынау сынбапты дедім, сынбапты, мынау өзі ауыртып алған ғой, аяқтан басып кетті ма балалар деп. Сөйтіп неттім, ойымда түк те жоқ. Бұны ана врачқа апару керек дедім. Ана мысықтардың жануарлардың врачтары бар ғой, не деп айтады? Ветврач деймін. Ветврачтар ма? Балам айтты, мынаны ерінбей апарып кел, мына ветврачына, ана аяғын көрсін, сынып қалған шығар деп. Енді ертеңгі күні қарасам, мысығым аяғым кәдімгідей аяғын басып кетті, басып жүр. Енді қатты жүрген жоқ, сілік-сілік, бірақ жерге тиіп тұр. Алдынан жерге тимей бүйтіп кәдімгідей аспанда үш аяқпен жүрген бүйтіп. Енді білмейміз ғой, бұл не қандай құдіреттің, бұл хикмет қой, былай қарап тұрсаңыздар. Сонда біздің әлде сөзіміздің кішкене несі болып отыр ма, жоқ алақанымыздың бір несі жүріп отыр ма? Осын ағаға сұрақ қоямын деп жүргем негізінде. Керемет. Енді бұл жерде мен сен айтып отырғасын ойлап отырмын да. Біз ата жолында бәріміз өзімізге бір жақсылық болсын деп жүрміз ғой. Әр қайсымыз кім болсын енді сол жақсылықты аламыз деп келдік. Енді жаңа сен өзінің үлгіңмен ана балаға көмектестің. Сол жерде ана баланың несі машинасы жүріп кетті, иә? Содан сен барып өзің аман есен үйге жеттің жаңағы машинамен. Міне бұл да хикмет қой. Сондықтан ата жолдықтар немқұрайлы қарамайық. Әр істе өзіміздің енді істегіміз келмесе де әр қайсының жұмысы бар, түсінем. Бірақ та осындайда міне қазір сен бастап жатсың ғой, өз арамызда да жоқ қой. Көмекші жоқ, өзің жалғыз жүгіріп жүрсің. Енді іске сәттік. Бұл енді саған да берген сынақ. Не нәрсе бастасам да сынағы болады. Сынақ болғанда енді ол содан сынбай өту, әрі қарай алып шығу. Бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Өйткені егер сонау Маңғыстаудан алса, ол кісілердің мынау батырлығы ол кісілерден сонау осы бір қолдау ата жолында жақсылық істеп жатыр-ау. Осын біз де бір қолдап кетейікші деген, ол да ата жолының бір жақсы бір өзара сыйластық, түсіністік. Сондықтан имандылық деп ойлаймын. Иман бар жерде ол бірлік болады. Сол Назгүл, ісіңе сәттілік. Қолымызда барын көмектесеміз деп ойлаймын енді. Сол барып түсіріп, бәлніске барып, ана жол бір айтып едік сабақта, бәлніске барып, осы мешіттерге барып, акиматтарға барып, енді соны қозғап, жұма күні ала жазса, сәтті күнмен бастап халыққа көрсететіндей болады. Дайындайық енді. Құр ауызбен айта беріп бастау керек. Қазір бізде сөз көп болып кетті, ісіміз аз, шын. Енді қазір жайнақта мынау күбімен жасалынып жатыр, ол біздің ісіміз. Сен сатып жүрсің, ол біздің ісіміз. Асқа нан пісіріліп жатыр, ол істелініп жатқан, аз болса да әйтеуір сәл-мәл жұмыс істеп. Енді үлкен жұмыс істеп жүрген бұл жерде Тоқберген ағамызда күнде бір барып, сол алып келіп, өзінің үлесін қосып жатыр. Ол кісінің қазір басқа да жұмыстар жетеді ғой. Ал қалғанымыз отырмыз. Төбеден түсіп, піс деген сияқты. Сондықтан отырмайық, немқұрайлы қарамайық, ат салысайық. Бұл деген енді ата жолының көркендеу, көтерілуі. Ата жол не дегенде күбіде піскен айран, асқадасы бар. Сол тағы да басқа нелер қосыла берсін. Алла жазса. Бұны біздің өзіміздің сол, мен өзім арманым ғой, мен бұрыннан арманым, қалай кезді аштық қой асхананы, оны бір жүргізе алмадым. Өзімен де бар шығар кінә білмеймін енді ол жерде шынымен де осындай жұмыскерлер болған жоқ. Біз енді, мен өзім жолдасымен бастар едім. Өйткені ол жерде жай нан болса да кетер еді, ол жерде тамақ қосымша болар еді. Енді ол кісі өзіміздің ата жолында болмағаннан кейін мен оны өзіме
не қылмадым, қоспадым. Болмаса ол асхана әлі жабылмас еді. Өйткені бір адам пісіріп тұру керек, бір адам жүгіріп тұрып сатып тұру керек. Бір адам өзін пісіріп тұрсан, оны жаңа нан ашытып тұрсан, ол жиналып қалғанша ол бәрі қаншама жұмыс қой. Сондықтан да асханада жоқ енді кемінде 2 адам, 3 адам жақсы істеу керек та, жақсы үйреніп алса. Сосын мен бұны айтайын деп жатқам, және де осы айран сатқаннан бері менің білмеймін, бір Құдайдың құдіреті былай қарасам көзге көрінбейді. Мен әкеп баратқан 100 литр солай сататқан жоқпын. Аз ғана сатам, оның өзін 3 күнде, 4 күнде аз мөлшерде сатам, бірақ білмеймін, ақшасыз жүрмін. Берекеті ме? Иә, береке келіп жатыр да, жаңа ақша. Енді ұлыма түседі ғой Каспий Голдқа. Мен айран өтпей қалса, мен айранды уайымдаймын. Ой, айранды, мен өзім табысымды ойламаймын. Маған ақша түспей жатыр ғой демеймін да. Мен мына кісілердің айрандарын өткізе алмай қалдым ғой деп, мен ұяламын. Қалай өткізсем екен? Енді әттен кейде ойлаймын, мысалы, ерінбей енді сумкаға салып алып, автобуспен апарып, сөйтіп не қылайын ба деп, айран қуанып тұрамын. Айран өттірсе, көңіл күйім жайбарақат жүреді. Айраным тоқтап қалса, уайымдаймын. Құдайдан тілеймін, Құдайым айран өтіп кетсінші деп жалынамын шынымен де. Өйткені ол кісілердің халықтың да жаңағы тез тарауда, жаңағы олында да еңбектер, ағамды да еңбегі ана жақтан апарат, алып келеді. Мысалы, біздің көбісі өзіміздің бір 500 теңге деп ағадан анау жақтан күтіп отырады. Мен өтірік айтпаймын, мен қосамын үстіне. Кей жерлерде 650-ден де сатам. Өйткені мені топтан, мен де айтып отырмын ғой, топ көп. Топта қолдың айраны, сепаратордан шыққан айрандардың өзін 700-750-ден сатып жатыр. Сүттің өзін 700-ден сатып жатыр. Былай қарасаңыздар, енді бар 600-дан сатып жатқандар, жаңағыдай 650-ден сатып жатқандар. Бірақ мен сол топқа қарап, менде олардың бір жағынан топтың, олардың да бағасын түсіргім келмейді. Өйткені мен түсіріп жүрсем, оның да адам анау жақтан әкеліп отыр ғой, оның да еңбегі ғой, совхоздан әкеледі ғой бәрі. Уже Астананың өңірінен ары қарай алып келеді. 40 шақырым, 35 шақырым, осындай біз сияқты алыстан әкеледі, 20 шақырымнан әкелетіндер бар. Сондықтан да мен чатқа салғаннан кейін мен бағамды бұзғым келмейді. Енді кейбір біздікілер бар, ана жақтан аға алып келетін күнін күтіп отырады. 500 теңгені аламыз деп. Әр жағында бір 100 теңгені өшеден ала салайық деп жаңағыдай нетпейді, елемейді да көбісі. Алшақтар қарамайды. Оны мән бермейді ғой. Мән бермейді. Немқұрайды қараймыз. 650-ден алып жатқандар бар. Бірақ мен айтып жатқаным бұл жерде береке өте жақсы екен. Мен мысалы таңертең кешке дейін қара жұмыс істейтін. Қара жұмыс істеп, ауыр жұмыс істеп, шаршап қалып келетінді. Өйткені мен шаршайтын, жұмыстан шаршамаймын. Мен қара жұмыстың кез келгенін істеймін. Оны мақтанған емес, өйткені өзім тәжірибе бойынша айтып жатырмын мен оны. Ал бірақ ана састық иісінің арасында жүргеннен кейін мен әлсізденіп қаламын. Өйткені мен бүкіл өзімдегі тазалық қуаттарымды сол адамдарға ашық шашақтармен сөйлескеннен кейін соларға сөз арқылы жіберемін де өзім әлсізденіп қаламын. Ал қазір шаршамаймын, бірақ шаршағанда мен машинадан шаршаймын. Неге? Өйткені мен бұрында машина адам айдап жүрген адамдар түсінбейтін. Өйткені онда тұрған не бар, отырады да, бүйтіп жүре береді ғой дейтін да. Ал қазір мен машина сияқты адамдармен қатарлас жүремін. Мына жаққа өтуім керек, ар жақ бетке өтуім керек. Мен әр көзім бақылаумен, екі көзім жолда, мына жақ айнада ой бәрі напряженный отырады. Өйткені мен біреуді соғып алмау керек, болмаса мені соғып кетпеу керек деген жалтақ-жалтақпен дұрыстап тұрып, мән беріп, әр нәрсе сөйтіп отырамын. Осы мен кешке дейін кішкене шаршатады. Аға айтады ғой, мен де осы машинаға мінгеннен бері шаршап нетем деп. Енді қазір олай өте әкетіп баратқан шаршамаймын. Алдында бірінші күндері кішкене қиындау болды. Бірақ мен айтатын бір береке келіп жатыр үйге. Мейлі мен үстінен аз қосайын, көп қосайын. Мен кейде айтып отырмын ғой, мен өзім бағасына бере салам. Қарамай мен, маған пайда түссін деп отыра бермеймін. Маған тек айран қалып кетпесе екен деймін. Ана не дейді, свежийді енді жаңадан келген айрандар өтсе екен деймін да. Бірақ бұл айран бір жақ жері айтып отырмын жаңағы бір жетіге шейін тұра береді. Тек мұздатқышта тұрса болды. Қатырып қою керек. Иә, жоқ, өте қатырып керек жоқ. Жылы мұздатқыштың өзінде анандай қатты мұздатқыш салып керек емес оны. Өзінің үйде температура бар ғой жаңағы мұздатқышы. Сонда салып тұра берсең, бір жеті болсын, екі жеті болсын, бір жақ жері тұра береді. Еш бұзылмайды. Мынау басқа айрандар сияқты бұзылмайды. Сол мен айтып жатқам жаңа осы арқылы осы айран сатқаннан бері берекем де келіп жатыр. Тәй Аллаға шүкір. Әйтеуір білмеймін, бүгін бітіп қалса да ертеңгі күні бір жерден тақап түсе қалады. Сол осы айранның арқасында көп өзіме жаңа Аллаға шүкір Құран хатымды шығарттым кеше. Міне осы уақытқа шейін Құран хатым шығарта алмағанмын.
осының айран арқасында, береке арқасында, келген арқасында жаңағыдай құран хатым шығарттым. Енді сенің берекең көмектескенге де ауысады ғой, қуат қой бұл. Таратылады, оған да еселенеді. Сондықтан бұл жерде енді әрқайсысы тыңдап отырғандар, енді бір-бірімізді көрмейміз ғой қазір, осы тыңдап отырғандар осыны ойланса, 500-ден емес, жаңа 650, 700-ден берсе де қымбат емес. Сондықтан бұл өзі өнім, қаншама еңбек тұр артында, сауап болады. Сондықтан шаршама, іске алға ісің жүреді деп ойлаймын. Бұл енді Алланың аруағының жолында не істесең де берекеті болады. Оны өзіміз басымыздан өтіп жатыр. 6 жыл болды ғой бәрімізге жүргенімізге. Тәуба дейміз. Осында шүкір дейміз. Осы Тоқберген ағаның осы жалғасып, Ақұлдың есімін жалғастырып атып, осы бізге сондай жағдай жасағанға шүкір дейміз. Шүкір. Соны ұмытпайық. Бұны жалпы енді мен үйде отырып түк істей алмаймын дегендерге, жалқаулығы деп айтса да болады. Мен үйде қолымнан ешнәрсе келмейді дегендерге мысалы айтса да болады. Мейлі сен үйде балам болсын, балам болмасын, үйде отырып, айтады ғой бизнесте, бәрі шығады ғой, өздерінің нелерін тықлайды ғой, енді үйде отырып ақша тауға болады деп. Үйде отырып осылай табыстауға болады. Ешқандай жалқау емес, чаттарыңыз бар, статустарың бар, салыңыздар, доставка Құдайға шүкір бар, жеткіземіз. Әсіресе біздің астаналықтардың көбісі бар әйелдер, үйде отырғандар, жұмыссыз, бірақ сол қолын босамайды дегендер бар. Бірақ осының арқасында үстіне 500 мың теңге болса да ешкімге жалынбайсың, ешкімге алақаныңды жаймайсың. Осының арқасында береке тауып, өткізіп отырсаң, Алла тағала өз берекесін беріп отырады. Тырнақтары соялдай қазір анау тиктокта қайда болсын отыр ғой, көрсетіп анандай тамақ істеп жатырмын, мынандай тамақ істеп жатырмын деп. Соған қарағанда біздің тамағымыз адал ғой. Дәретпен, тақуа киіммен, 5 уақыт намазы бар, оразасы бар, ашығуы бар деген сияқты. Сондықтан қалай ойланайық, енді қайда жүрсеңіздер де осы мынау Астананың төңірегінен осындай адал ас алуға болады. Назгүл қызымыздан телефонды айтып жер. 877 521 13 42.